Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі қарастыратын контекст тапсырмамыздың аты өзіңнен де күшті деп аталады. Сіз білегіңіздің күшін білесіз бе? Мәселен, сіз қолыңызбен 10 килограмм жүк көтере аласыз деп алайық. Сонда осы 10 килограмм сіздің қолыңыздың бұлшық еттерінің күшін көрсетеді деп ойлайсыз ба? Олай ойласаңыз қателесесіз. Бұлшық еттер біз ойлағаннан әлдеқайда күшті болып келеді екен. Оны түсіну үшін адамның білегінің қалай жұмыс жасайтынын қарастырайық. Білегіміздің сүйегі бір ұшы тірек нүктесі, шынтаққа О нүктесі бекітілген рычаг болып табылады. Білекті көтеретін қолдың екі басты бұлшығының бицепс бір ұшы тірек нүктесі не жақын А нүктесіне бекітілген. Жүктеме осы тірі рычагтың Б нүктесіне, яғни қолдың ұшына түсіріледі. Жүктемеден тірек нүктесіне шынтаққа дейінгі ОБ қашықтығымыз тірек нүктесінен бұлшыққа дейінгі қашықтық OH қашықтықтан 8 есе артық. Рычагтың заңы бойынша қолымыздың ұшындағы массасы 10 кг жүкті көтеру үшін бұлшық одан 8 есе артық күш жұмсайды. Яғни бұлшық тікелей көтерілсе 10 кг емес 80 кг жүкті көтеретіндей күш өндіреді деген сөз. Енді осы берілген контекст тапсырмамызға бізде 5 сұрақ берілген екен. Ары қарай оқиын. Білегінің ұзындығы ОБ 36 сантиметрге тең аңсар өзінің қолының күшін сынау үшін әртүрлі салмақты көтеріп көрді. Ол массасы 10 кг берді суреттегідей күйде 15 сантиметр биікке әзер көтерді дейді. Негізінен бұл мақаланы біз Яков Исидорович Перельман занимательная физикадан сильнее самого себя деп аталатын мақаладан аударылған. Енді осы занимательная физикада берілген суретіміз әлдеқайда сәл дұрыстырақ деп ойлаймын, мына суретке қарағанда. Сіздерге түсіндіріп өтейін. Сонда қарап отырсаңыздар, АОА дегеніміз мына жерде ИО-мыз, мына ОБ-дан 8 есе кіші болып тұр. ИО-мыз. Сонда адам тікелей көтермейтін болса, өзімен 80 кг жүкті көтере алады деп жатыр. Бірінші сұрақ. Егер сіздің білек күшіңіз максимум 16 кг жүкті көтерсе, онда сіздің екі басты бұлшық етіңіз тікелей көтере алатын жүктің массасы неге тең дейді. Яғни біздікі қарап отырсаңыздар 16 кг-да, яғни біздің ең үлкен көтеру мүмкіндігіміз болып тұр. Ал егер бұл бицепс арқылы тікелей көтере алатын болса, жүктің массасы бізде 8 есе артық болады. Сонда бұл жағдайда жүктің массасы тең болады 16-ны 1-ден 8-ге көбейтем. Яғни бұл тең болады өз кезегінде 128 кг. Бұл қалай шықты? Яғни күш моментін сақтау заңымен де алуға болады. М1 тең М2. Біздің жағдайда F1 D1 тең F2 көбейтілген D2 деп жазамыз. F1 дегеніміз ол M1G көбейтілген D1 тең болады M2G көбейтілген D2. G мен G қысқарады. Осыдан біз масса 2-ні табатын болсақ, яғни масса 2 дегеніміз жүктің массасы тең болады M1 көбейтілген D1 бөлінген D2. M1 дегеніміз бізде 16 кг, ал D1-іміз D2-ден 8 есе артық болып тұр. ОБ 8 есе артық. Яғни 8 D2 деп жазайын, төменгі бөлікте D2. D2 мен D2 қысқарады, осыдан бізде 128 кг шығады екен. Келесі есеп, аңсардың екі басты бұлшық етінің білек сүйегіне бекітілген ұшынан тірек нүктесіне дейінгі қашықтықты тап дейді. Бұл жерде дәл жоғарыда формуланы қолданамыз. М1 көбейту D1 тең М2 көбейтілген D2. D1-іміз бізде 36 см. D2-ні табуымыз қажет. D2 тең болады М1 көбейтілген D1 бөлінген М2. М1-іміз бізде 16 кг көбейтілген D1 дегеніміз бізде 36 см еді. Бөлеміз 128 кг-ға. Килограмм мен килограмм қысқарады.
Енді 16-ны 36-ға көбейтіп 128-ге бөлсек бізде қандай сан шығады екен? Бөлеміз 128-ге, сонда тең болады екен 4,5 сантиметр. Яғни мен сантиметрмен қалдырдым, жауаптардың бәрі сантиметр болғандықтан. Яғни бұл бізде А жауабы. Келесі есебіміз массасы 16 килограмм гирді көтеру кезіндегі аңсардың атқарған жұмысы. Жұмыс дегеніміз А, және ол вертикаль жоғары көтеретін болса, формуламыз М көбейтілген J H. Орнына апарып қоямыз. 16 килограмм көбейтілген 10 метр секунд квадрат. Көбейтеміз 15 сантиметр еді. Метрге айналдырсақ 0,15 метр болады. 160 көбейтеміз 0,15-ке. Ол тең болады екен 24 джоуль. Ол бізде Б жауабы екен. Келесі сұрағымыз, аңсар массасы 16 килограммнан артық гирді шынтағына қарай 6 сантиметр жақындатып ілу арқылы ғана көтере алады. Осы гирдің массасын тап дейді. Яғни бұл жерде біз қалай табамыз? Бұл жағдайда берілген бойынша 16 килограммнан артық болған жерде М1 штрих көбейтілген D1 штрих тек тең, екінші жағдайда М2 көбейтілген D2. Осы жерден бізде мына гирдің массасын табу керекпіз. М1 штрихті тапқанда ол тең болады М2 көбейтілген D2 бөлінген D1 штрих. Не үшін штрих деп алдым? Себебі бізде 36 сантиметр емес, енді 6 сантиметр жақын болады, яғни ол 30 сантиметрге тең болады. D1 штригіміз сонда тең болады 30 сантиметр. 128 килограмм еді біз бағана М2-міз. D2 4,5 сантиметр еді. Бөлеміз 30 сантиметрге. Сантиметр мен сантиметр қысқарады. 128-ді көбейтеміз 4,5-ке және бөлеміз 30 сантиметрге. Бұл тең болады екен. Жуықтап алатын болсақ 19,2 килограмм. Сәйкесінше ол бізде Е жауабы ғана бар екен 19 килограмм деген. Е жауабы. Соңғы сұрағымыз. Аңсардың білегінің бұлшық етінің максимал күші дейді. Білек ең үлкен көтеретін жүктің массасы 128 килограмм еді. Яғни максимал күшті тапқан кезінде Ж-ға көбейте саламыз. Сонда М көбейтілген Ж. Орнына апарып қоям. Максимал 128 килограмм көбейтілген 10 метр секунд квадрат тең болады 1280 ньютон. Ол бізде Д жауабына сәйкес келеді. Міне, осымен бүгінгі өзіңнен де күшті деп аталатын контекст тапсырмамыз талқылауымыз аяқталды. Енді сіздерге айтып өткім келеді. Мына жерде бірнеше жануарлардың суретін көрсеттім. Қарап отырсаңыздар, шын мәнісінде адам өзінің мүмкіндігінен де жоғары жүкті көтере алады екен, көтеруші. Бірақ та біздің қандай кемшілігіміз ол кезде пайда болар еді. Жануарлардың дәл осылайша аяқтарының орналасуына сәйкесінше оларда 8 есе артық жылдамдық пайда болады. Яғни күші 8 есе аз болғанмен жылдамдығы 8 есе артық. Бұлардың өз кезегінде өздерінің әлемінде сақтануға, қорғануға, яғни жылдамырақ болуға көп септігін тигізеді. Сондықтан да мен ойлаймын, адамның орасан зор күшке ие болғаннан гөрі 8 есе артық жылдамдыққа ие болған дұрысырақ. Яғни бұл механиканың алтын ережесінен шығады. Сонда адам 8 есе жылдам қозғалады. 8 есе жылдам шелегін көтере алады екен. Міне осы біз үшін ең маңызды деп есептеймін. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер де видео сіздерге ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.